Сау саламатсыздар ма, қымбатты достар. Бүгін қасиетті жұмада әр мұсылман үйінде Құран оқиды деп ойлаймын. Сол сияқты мен де таңда жолдасымыз екеміз Құран оқып, Құран бағыштап, және де Құран-ы кәрімді оқып отырмын. Сіздерге тағы көрсете кетейін. Өзім ғана оқымай, сіздерге де сауабы тисін деген ойыммен тыңдап жатсаңыздар, осы Құран-ы кәрімдегі Ән-Ғам сүресі 7-ші пара 132-ші бетті оқуды дұрыс көрдім. Қабыл алыңыздар. Шынымен тыңдағандар қабылдайды. Сондай-ақ өліктерді Алла тірілтеді. Содан кейін оның алдына қайтарылады. Ол пайғамбарға бір мұғжиза түсірілсе еді, деді. Мұхаммед ғалейхиссалам шәксіз Алланы мұғжиза түсіруге күші жетеді, бірақ олардың көбі білмейді де. Жердегі жүрген жандық және қанатымен ұшқан құс, жаратылу, көркенту, өмір және өлімде, тағы басқа сендер құсаған топырақтар, жазуда еш нәрседен кенде етпедік. Сонан соң олар Раббыларының алдына жиналады. Және сондай аяттарымызды жалғанға санағандар. Саңырау, сақау, қараңғылықтағыда. Алла кімді қаласа, оны тура жолға салады. Аллаға ортақ қосушыларға, егер сендерге Алланың азабы келсе, немесе қиямет келсе, Алладан басқаны шақырмасаңдар, шақырасыңдар ма? Егер сөздерің рас болса, маған білдіріңдер де. Керісінше, ол Алланы ғана шақырасыңдар да, ол қаласа шақырған нәрселеріңнен айықтырады. Қосқан ортақтарыңды ұмытасыңдар. Расында, сенен бұрынғы үмбеттерге де пайғамбар жіберілген едік. Олар жалбырынсын деп. Таршылық, қиыншылық арқылы қолға алдық. Сонда оларға таршылығымыз келген заман жалбырынса еді, бірақ олардың жүректері қатайған және шайтан оларға істегендерін әдемі көрсеткен. Сөйтіп олар берілген үгітті ұмытқан кезде оларға әр нәрсенің есігін ашып жібердік. Хәтте берілген нәрсеге мәз-мейрам болғанға дейін. Оларды кенеттен қолға алғанымызда, сол уақытта олар күдерлерін бірақ үзді. Ән-Ғам сүресі 7-ші пара 132-ші бет. Сау саламатта болыңыздар.